Армысыздар, ардақты ағайын. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы Қазақстан Республикасының Темірбек Жүргенов атындағы Өнер академиясының актер шеберлігінің ұстазы профессор Сегізбаев Есім Жүкеұлы. Саламатсыз, Есім ағай. Бүгінгі сізге келіп отырған себебіміз сіздің осы өнерге келген жолыңыз туралы айтсаңыз. Мен жалпы Көкшетау облысының бір үлкен аудан орталығында туып өскен. Оны неге айтып отырмын? Онда тек қана 99% орыстар болады. Орыс мектебінде оқыдым, орыс мектебін бітірдім. Сол мектеп бітіргенше ешбір концерттерден қалмай, сол өнерімді әрмен қарай жалғастырдым. Содан кейін барып техникумға түстім. Мектеп бітіргеннен кейін Рузай курорты бар, ғой сонда Көкшетау. Щучинск деген қала бар, сол қалада тау-кен техникумы болды, соны бітірдім 4 жыл оқып. Содан кейін барып Қарағандыда шахтада істедім 1 жылдай. Сол жерден сол шахтадан армияға алып кетті, армияда болдым. Отандық борышымды атқарып жүріп, бірақ сахнадан түскем жоқ. Батыс Украинада болдым. Осында келіп Құрманғазы атындағы Өнер институтына түстім. Ол кезде консерватория демейді, Өнер институты дейді. Құрманғазы атындағы Өнер институты. Актер бөліміне түстім. Театр факультеті болатын. 1978 жылы осы қазіргі біздің академия ашылды. Ол 78 жылы ашылғанда ешкімнің есімінен емес, театр және көркем сурет өнері институты болып ашылды. Мен барып 78 жылдан бастап актер шеберлігінен бердім, сахна киімнен бердім. Актер шеберлігінен басқа қоғам жұмысымен араласып жүрдім. Сосын барып Қашпаев деген ректорымыз болған ол кезде 2002 жылы. Сіз барсаңыз, бас көз болсаңыз, актер шеберлігінен біз ашайық деп ол кісі осы актер шеберлігінің колледжін ашты. Сөйтіп мына қазір бұл ғимаратта әрі колледж, әрі жоғарғы саты дейміз біз. Суретшілер осы ғимаратта оқып жатыр. 13 топ шәкірттерді шығарды. Енді атақты белгілі актерлерім бар. Жалпы естіп жатырмын, мен Айгүл Мамбаева, бейбіт қорған сөйтсемен көріп. Бәйтерек тобы. Оларда барлығы сол актер шеберлігінде оқыған. Актер шеберлігі менен оқыған, менен бітіргендер. Мына Нұркен осы желтоқсанда Қазақ Республикасының еңбек сіңірген қайраткер атағын алды. Сол Астанаға шақырып, онда барып құттықтап келдім. Жақында неге бардым? Айгүл Мамбаеваның сол балалық шағынан бастап шығармашылық портретін жасады. Хабар бағдарламасы. Соған шақырып, сонда бардым. Барып келдім. Кино жағынан да, мысалы кино жағында көптеген аударынан дубляж өте көп енді, өте көп. 30 жылдан астам қатыстым сол дубляжға. Мына егеменді алғанша дейін, 62-63 жылдан бастап оқып жүргеннің өзінде қатысқанбыз. Сосын енді тоқтап қалды. Қазір сыртта дауыс береді, бір ердің, бір әйелдің дауысын, 2 адам жасайды дубляжды, әрине ол дәрежесі өте төмен. Сосын ал біз, мысалы, бір кадрда 50 адам болса, 50 актер, сол дубляжда 50 актердің дауысы шығатын, сосын барып кәдімгідей спектакль ретінде ойнайтын. Сол идеясын, сөзін, мағынасын бере білген арқылы анау актердің ойынан да асып жатсыздар деп талай бізге сондай пікір айтқан. Сосын сол кезде Совет үкіметі кезінде Қазақстанның дубляж цехы бүкіл СССР бойынша алда болатын. Мысалы, Германиядан келіп бізден қарайды, қалай жасайды екен дубляжды. Москвадан келіп қарайды, қалай жасайды. Бір рет сөзін көрсе біз
бір бетті бірде жаттап алып айта береміз. Әр сөзге бөлмей олар бөліп түсіріп кейін монтаж жасайды. Соны олар үйренейік деп мен опытым дегенде осыша келіп сол таңғалғандары бар. Енді қазір қайтадан Құдайға шүкір экономикамыз өсіп келеді дейміз жыл сайын. Мына Нұрсұлтан Әбішевич өзінің несінде халыққа жолдауында айтты ғой. Құдайға шүкір. Тағы да сол бұрынғыдай дубляж жасайтын түріміз бар. Біздің балаларымыздың, қыздарымыздың әке-шешелері айтады, ой керемет, кинодан қалмаймыз. Қалай мынау орыстар қазақша таза сөйлейді деп қалмайды. Сол кезде солай. Сол кезде солай болған. Ал қазір қалай ойлайсыз? Қазіргі қазақ фильм киностудиясы мысалы ең кино шығарады ма қазақша тілде? Қазіргі кездегі деңгейде. Сіздің ойыңызша? Енді бұрын біздің режиссерларымыз, кейінгі жас кинорежиссерларымыз көбінесе шетелден бір сыйлық алайық деп, шетелден орын алайық деп, соған көбінесе мән беріп жүрді. Ал біздің халқымыз үшін, Қазақстанның, қазақ елінің көрермендері үшін олар онша мән бермей, онша көп жұмыс істеген жоқ. Енді қазір бастап жатыр, жаман емес. Мысалы жуырда осы сәуірдің 26-сында ма, білмеймін, не Астанада, не осы Алматыда мың бала киносының тұсаукесері болады. Сол мың балада екі ең басты рөлдерде менің шәкірттерім бітірген. Екеуі де Асылхан мен Аян деген балаларым. Өзім соның ішінде Мөнкөбейге түстім. Өзіңіз де түстіңіз ба? Болмай шақырып, Мөнкөбейге түстім. Билердің бір отырыс көріністері бар, соған шақырды. Көрінісіп қалды. Енді оның алдында былтыр көп көрсетті Елімай киносында. Әдебиет бар басқарушыда сол бір бастықтың көрінген өтті алға. Елімайда да ойнады. Елімайда, иә. Осы шәкірттеріңіз көріп тұрғандай, мысалы бейбіт қорған әнші, енді Айгүл Мамаев театрларда ойнаған, осы көбінесе қазіргі актерлеріміз әншілік бағытқа да кетіп жатыр да. Мысалы, қазіргі кезде осы қойылымдарға қатысып жүргендер қаншама мысалы сіздің шәкірттеріңіз? Енді мұна жаңа Бәйтерек тобындағы бұлар тек қана бірінші орындағы басты рөлдерде ойнайтын актерлер. Осы үшеуі. Астана Қалеке Қуанышбаев атындағы музыкалық драма театрында мықты белді актерлер. Сосын бұлар жаңа музыкалық драманы бітіргеннен кейін айтып отырмын, өздері билейді, өздері сөйлейді, өздері ән айтады. Сондықтан енді жай жүргенше бос уақыттарында осындай топ құрып сахнаға шыға береді. Мына мысалы Айгүл, бұл өзінің театры бар. Айгүл Иманбаева театр ашты. Сонда биыл бітірген менің екі қызым онда барып орналасты. Енді сол жерде ойнайтын болады. Тек таза театрға бармай, сол эстрадамен шұғылданып жүрген осы бейбіт қорған, Қыдыралы Болман, Қарақат екен. Тағы да бар енді. Бірақ көп емес. Осы мұна Майра Дәулетбақова қазір Астанада сабақ береді. Вокалдан сабақ береді. Астанада музыкалық академия бар. Сонда сабақ береді вокалдан. Ұстаз ретінде. Осы сіздің жалпы енді өнер жолын сұрадым ғой. Енді осы отбасы жайында сіздің отбасы жанұяңыз туралы берсеңіз. Отбасы енді жеңгелерім тұр мінекей. Оны да өнер адамы болып келе ма? Жоқ, бухгалтер. Бес немерем бар, бір шөберем бар. Сонымен ақын жүріп отырмыз. Өнерге жақын бар жалпы? Өнерге жақын ешкім жоқ ішінде. Бірақ спортқа жақын бір немерем бар, үшінші сыныпты бітіреді дейін.
Таеквондоға қатысады, 17 медалі бар. Қазір семейге кетті, ертең жарыс басталады. Содан кейін ол немерем Кореяға барайын деп жатыр бір-екі айдан кейін. Осы қалалық спорт басшылары айтты, осы баладан үміт күтеміз, Кореяға барамыз. Қазір кезде осы қаласында театр, қойылымдар мысалы қандай дәрежеде тұр сол қойылым? Қазір бұрынғыдай емес, осы кейінгі 4-5 жылдың ішінде театрлар кәдімгідей көтерілді. Кәдімгідей бұлардың бағдарламасында репертуар дейміз бе, жаңарып, кәдімгідей өздері бір ізденіске көшті, бір жаңалық ашып жатыр. Енді анау сахнадағы қалай сахналау керек, әр пьесаны ол режиссерға байланысты. Жалпы театрларымыз жаман емес. Жыл сайын осында әуезов театрында не болмаса, Мүсіреп атындағы театрда келіп фестиваль болып тұрады. Ал осы театрға байланысты, мысалы, қазіргі жастардың көбінесе театрға дейтін ондай көп бармайды да, мысалы, жастар неліктен деп ойлайсыз? Қызығушылық жоқ па әлде? Енді егер қызығушылық жоқ болса, ол біздің жастарымыз бәрі жазып жатыр, айтып жатыр, жастарымыз кітап оқымайды. Қазір жастардың көбі сол ақша табудың жолына түсіп кетіп, содан шыға алмай жүр. Әрине оңай емес. Әсіресе жастарға ол үйлену, баспанасыз. Тіпті кейбір 2 диплом болса да жұмыс таба алмай жүреді. Ол жақсы емес. Бірақ біртіндеп енді еліміз, экономикамыз өсіп келе жатыр, ол бір орнына келер енді. Театрға барсаң қазір жақсы келіп жатыр жастар. Жаман емес. Жастарға қазіргі көбінесе интернетке жатыр. Иә, компьютерге, интернетке мәліметті керек қыса спектакль содан көріп алады, отырады, неменеге барады деп, қиналып жүремін ба деп. Ол сұрақ осы, неге осы интернетте, мысалы, қазірде осы опера қойылымдар ондай көрсетілмейді да? Мен іздеп қарадым. Қазақша мысалы осындай опера, қойылып, театрда түсірген интернетте жоқ екен да? Басқа елдерді білмеймін. Мысалы, мен осы Қазақстанның өзіміздің Паситова атындағы операмыз бар ғой. Одан көріп алып та келмеді ғой. Онсызда өте сұмға келеді, нашар келеді. Көбінесе біздің опера театрында келетіндер музыканттар, қарапайым халық келе бермейді. Баяғыда ана партия кезінде вот міне сен бәленбай мектеп, бәленбай оқушыларда кіресің, мынау оқу орны директоры сен бәленбай студентта кіресің толтырады. Қазір ол жоқ қалады. Кешікпейді. Мен біле бағыңдар деп тегін бере алмай, өздері біледі, бағысы келсе барады. Ал енді жалпы мынау драмалық театрларға жақсы келіп жатыр қазір. Жақсы, рахмет ағай сіздің сұхбатыңызға. Сізге үлкен шығармашылық табыстар тілеймін. Одан да көптеген, алда да көптеген дәрежелер күтіп тұр деп сенімдіміз. Ал құрметті достар, бүгінгі біздің бағдарламамыздың аяғына таяп келдік. Ал сіздермен болған бұл кездесуде профессор Қазақстан Республикасының Жүкеұлы атындағы Өнер академиясының театр мен кино актерінің шеберінің ұстазы Сегізбаев Есім Жүкеұлымен кездескен болатынбыз. Сіздермен бірге сұхбаттасқан Гүлжан Жұмағали. Кездескенше.